Ашық боралар мазаласа, онымен қоса бетіңізді тегістеп, әжімін кетіріп, тіпті көз айналасындағы мәселелерді кетіргіңіз келсе, сізге арналған керемет маскамен бөліспекпін. Ол үшін бізге 1 шай қасық ашытқы, 2 шай қасық айран, кефир керек болады. Екеуін жақсылап араластырып алып, кішкене ұн қосамыз. Жарты шай қасықтай, немесе крахмал қоссаңыздар да болады. Енді бетіңіз құрғақ және де қалыпты болатын болса, 5-6 тамшы зәйтүн майын, оливковое масло қосамыз, ал аралас майлы болатын болса, ешқандай май қоспай бетімізге жаға береміз. Бетімізге жағып 10-15 минут ұстап, сосын жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан өзіңізді ұнататын ылғалдандырушы кремді жағуды ұмытпаңыз. Аптасына 1 рет жасауға кеңес беремін. Әр жасаған сайын нәтижесіне көз жеткізесіздер. Масканы жасардан алдын тест аллергияға жасауды ұмытпаңыздар. Ашық боралар мазаласа, онымен қоса бетіңізді тегістеп, әжімін кетіріп, тіпті көз айналасындағы мәселелерді кетіргіңіз келсе,